12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Алтын кітапке қош келдіңіз. Бүгінгі ғибрат бағдарламамызға атайтып тұрғандай, ғибратты ғұмыр кешкен жандардың қазіргі жастарға, жас отбасыларға бір азғантай да болса сабағы болсын деп осы бағдарламаны ашқанбыз. Сіздің де ғибратты ғұмыр кешіп келе жатқаныңызға бәріміз куәміз. Отбасында керемет анасыз, халқымызға белгілі ақын қызсыз, әншілігіңіз де бар, сазгерлігіңіз де бар. Сізге ең қымбат нәрсе ол не? Осындай ғибратты ғұмыр кешуіңізге ең негізгі себепкер кісілер кімдер болды? Өміріңіздің ең бір жарқын сәттері туралы бөліссеңіз. 6-7 жасыма шейін бақытты балалық шақты кештім. Содан кейін жаңағы әкемнен айырылдым деп жатам ғой. 2 ағамнан бірдей, әкемнен, үшеуінен жол апатынан, ол кісілер жол апатына ұшырап, сосын сол кісілерден айырылғаннан кейін мен бірден есейіп кеттім бе деп ойлаймын. Тіпті содан кейін көретін түстерім әлі күнге шейін есімде. Ылғи қорқынышты түстер көретінмін, шошып оянатынмын. Тіпті алғашқы көрген түсім әлі күнге шейін көз алдымда тұрады. Соны айтайын дегенім, бірден есейіп кеттім. Есейіп кеттім дегенде менің алдымда 6 жас үлкен әпкем бар, одан кейін өзімнен кейін 2 інім бар. Енді алдымдағы 2 ағам ғой, қайтыс болып кеткен. Әпкем бар, басқа бауырларым бар, анам бар, аяулы. Дегенмен де мен сол әкемнің еркелігін көп көріп өскен, әкеден айырылғаным әсіресе маған көп әсер етті ау деймін. Өйткені мен содан кейінгі әсіресе осы 10-шы сынып, 10-шы класты бітіргенге дейін де көпке дейін әкемді ойлап, сағынып, сосын түн жамылып отырып, ешкімге шешеме де білдіртпей жылап алатынмын. Көзімді жұмсам да елес болды, қайдасың әкешін теңелдігін, өзіңді армандап сағынғандай, өмірмен сүрім емес мүмкін. Әкешін сағындым ғой, қиналдым тағдырға бағындым ғой, жатсам да ой мұңды жамылдым ғой, өзіңді сағындым ғой. Мүмкіндігінше жан жағыма қиянат жасамауға тырыстым. Шынымен де, мысалы, бір мақсатыңа жету керек деп жатады ғой енді. Бір армандарың болады ғой, балалық болсын, ту шіркін мынандай болсам деген, немесе ана кісілердің деңгейіне жетсем деген арман болса да, сол қойған межеге негізі Алла тағала бірнеше жол салып қойған. Оған біреу бұрылыстармен баруына болады, біреу айналып баруына болады, біреуі бұралаңдармен баруына болады, біреу ұшып баруына болады, біреу көзді ашып жұмғанша секіріп бара салады сол мақсатқа. Ал мен қалай да түзу сызықпен жүруге тырыстым. Бұл тұрғысында енді осы студент атанғанға дейін мен шынында да қатты ойнап, күліп, рахаттанып өмір сүре алдым деп айта алмаймын. Өйткені біз енді ананың тәрбиесін мықты ұстанған, ауылдың тәрбиесін мықты ұстанған адамдарымыз. Сонда ауыл қызы, қыз баласы қатты күлуге болмайды. Мектепте қыздар жиналысы болады, қыздардың комитеті дейді,
ата-аналар мен мұғалімдер басқаратын, әйел мұғалімдер басқаратын сондай бір ұйымдар болады. Пионер, комсомол болдық. Сол кезде ылғи біздің алдымызға стимул ретінде тек қана мынау нәрсені жасауға болады, ал мына нәрсені жасауға болмайды дейді. Соны менің қатар құрыластарымның кейбіреуі болмайды деген нәрсені жасап қойған шығар, ал мен болмайды дедім ма, болмайды деген сигналды миыма тоқып өстім. Сондықтан да рахаттанып күле алмадым. Қыздардың сыңғырлап күліп жатқан күлкілерін естісем риза болатымын. Өзім бір солар ұқсап сыңғырлап күле алмадым. Студенттік кезіме дейін. Ал мен Шымкент қаласына оқуға түскенде бірінші курста кішкене ұяңдау, тұйықтау болдым. Жарты жылдан кейін адаптациялық период деп жатады ғой психологтар. Содан кейін барып бейімделе бастадым. Мені студенттік өмір ашты. Әсіресе осы қазақ тілі мен әдебиеті бөлімін оқытатын Шымкент пединституты филология факультеті. Менің шығармашылығыма көңіл бөлінді ол жерде. Менің жан-жақты дарыныма, тіпті мен сол факультеттің хорының солисті болдым, әншісі ретінде де. Сондай жағдайларымды жасағаннан кейін барып, мен жан-жағыма ашыла бастадым да, содан кейін жан-жағыма жымиып қарайтын жағдайға жеттім. Осының бәрі ғибратты өмір сүруге деген талпыныс болу керек. Қарындастарым, қарлығаштарым, жазылмай жүрген жалындас қағын, жанары тау болып жарылды кеудем, сендерге арнап әнім дастаным. Жанары тау болып жарылды кеудем, сендерге арнап әнім дастаным. Қыздар, қыздар, еліктірдіңдер, елікпегенім, желіктірдіңдер, желікпегенім. Әттең ау әттең, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей бөліп берерім. Әттең ау әттең, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей бөліп берерім. Жастарды адалдыққа, парасаттылыққа дәріптеуде, үлкенді сыйлау, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу сияқты мәселелерде енді осы үлкен зиялы қауым өкілдерінің еңбегі өте керек ақ болып тұр қазір. Кешегі президентіміздің жолдауында да ол кісі осы мәселені айтып кетті. Қашанда үлкендерге жаңағы сүйеніп, сол кісілердің сөзіне талай тентектер тоқтаған деп ол рас. Сондықтан бүгін мысалы мынау біздің Үміт Битенова Қыран қызы туралы айтқым келеді. Ол кісі біздің департамент жанындағы құрылған ағартушылық жаңағы ақпараттандыру штабының мүшесі ретінде өте белсенді жұмыс атқарады. Енді биыл ол кісі сонымен қатар Талас аудандық мәслихатының депутаттығына түсіп, праймериз кезінде ауданда бірінші орын болды. Сөйтіп депутат атанды, халық сеніміне ие болып, қазір өзіне лайықты жұмыс жасап жатыр. Бірақ біздің қоғамдық, өшірдегі қоғамдық жұмыс, антикор жанындағы жаңа штабтың қоғамдық жұмысына да белсенді қатысып отыр. Бұл кісі енді қазіргі заманғы мынау онлайн режимінде жұмыс істеуге, осы қашықтықта жұмыс істеуге ол жағында жақсы меңгеріп алған. Ең бастысы ол кісінің өзінің үміттің болмысы, ол кісінің жаңағы азаматтық ұстанымы және де ол кісінің сол бір жағынан басынан ұстаз болып жұмыс істегені, мамандығы, тәрбиесі, ата-анасынан алған, соның бәрі қазір бізге өте пайдасы тиіп жатыр үлкен. Неге десеңіз, ол енді ұстаз болып шын ниетімен өзі жаңағы
сүйіп таңдаған мамандығы бойынша жұмыс істеген адам қашанда ол қоғамға пайдасы тиеді. Кейде ойлаймын, сол шіркін жастар аспаннан өздері болып, толып, салбырап түсе қалғандай сезінбесе екен деп, өткенге ата-аналарының үлкен алдыңғы буын толқынның өткен тарихына да көз жібертіп отырса екен деп, және солардың ішіндегі қайраткер тұлғаларға, өнегелі, ғибратты ғұмыр иелерінің өміріне еліктеп, солықтап өссе, одан жаман болмайды деп ойлаймын. Абай атамыздың өзі айтқан жоқ па? Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз деп. Болмасаң да ұқсап бағуға тырысу дегеннің өзі, өзіңді мүмкіндігінше қоғамда жақсы ұстауға тырысу, ғибратты, өнегелі өмір сүруге тырысу деген сөз. Мен осы нәрсені ұстандым, және өзімнің алдымда бала кезімнен еліктейтін, сол кісіге ұқсасам екен дейтін тұлғаларым болды, және сол тұлға санамда тұрады да, сол кісі туралы оқыған шығармаларыммен, мінекей алғашқы кезде біз орыс сыныбында оқыдық қой, балабақшада, орыс тілді балабақшада тәрбиелендім. Сол кездерде Павел Корчагиннің, Островскийдің шығармасын, Павел Корчагин туралы өнегелі ғұмыр ретінде соған ұқсауға тырысып өстік. Енді кейін мен қазақ сыныбына ауысқан кезде Абай атамыз айтқандай шығысым батыс болып кетті деп, менің бүкіл қызығушылығым бәрі қазақ әдебиетіне, қазақ әдебиетінің алыптарына, Ыбырай Алтынсариннен бастап, Шоқан Уәлихановтан бастап, Абай Құнанбаевтан бастап, Әбілда Тәжібаевтардан бастап, Сәкен Сейфуллиндерден бастап, қазақ әдебиетінің алыптарының шығармаларына көңілім ауды да, енді сол шығармалардағы кейіпкерлерге ұқсауға тырыстық. Осының өзі тәрбие деп ойлаймын. Үміт әпке біздің жастар саясат мәселелері басқармасымен тұрақты жұмыс атқарады. Себебі өнегелі өмір жолы мен шығармашылығын, дарынды шығармашылық жастармен тұрақты түрде бөлісіп отырады. Себебі біз жастар үлкен буын өкілдеріне қарап түзелеміз демек. Сол себептен біздің жастардың да шығармашыл, ақындық жолда жүрген жастарымыз, қоғамдық қызметте жүрген жастарымыз осы апайларымызға қарап көп шығармаларының, көп еңбек жолдарын қарап танысып жатырмыз. Біз қазір таңда жастар басқармасы Үміт әпкемен біз бірнеше жылдар бойы тұрақты түрде жұмыс атқарып келеміз. Оның ішінде мынау рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мынау өзінің өмір жолы мен тарих еңбегінің жастарға көп дәріптейміз. Сонымен қатар екінші бір бағыттарымыз мынау ана ретінде, одан кейін барып қоғамдық қызметтегі рөлді, себебі әйел азаматтарының қоғамдық өмірмен отбасын бірге алып жүру мәселесі бойынша да көп айтары мол кісі екендігін жастарға тұрақты түрде көрсетеді. Сосын екінші бір айта кетелік нәрсе, мынау қоғамдағы адамгершілік, мынау оның ішіндегі қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі екендігіне біздің Үміт әпкеміз көп үлгі өнеге беріп келеді. Себебі ақындық деген өте нәзік сала дейтін болсақ, сол саланың ішіндегі қыздардың, әйел азаматтардың рөлінің қандай болу керек екендігіне не дейді ғой, бағыт бағдар беріп, өзінің жолын көрсетіп жүрген азаматша деп айтқым келеді. Жұбайымыз екеуміз, Ербол Қамбатыров екеуміз 3 жасымызда бірге балабақшадан бастап өсіп келе жатырмыз. Ауылда Үшарал деген алақандай біздің жер үйік мекеніміз бар, Алтын ауылымыз бар, Алтын бесік ауылымызда балабақшада бірге өстік, одан кейін мектепке бірге бардық. Екеуміздің жасымызда түйдей құрдас. 10 жыл мектепте бірге оқыдық. Содан кейін жоғары оқу орнына түскенде 4-5 жыл арамыз бөлініп кеткен шығар. Ауылға қайтадан диплом алып оралған кезімізде
екеумізді тағдыр қайтадан басымызды қостырды. Оған дейін достықпен, оған дейін туысқандықпен дейміз бе, оған дейін сыныптастықпен, ауылдастықпен қарым-қатынас жасап жүрсек, екеуміз келіп енді ауылдың мектебінде мұғалім болып қызмет атқарып жүрген кезімізде ортамызда үлкен махаббат оянды. Арты екеуміздің отау құруымызға апарып соқты. Бақытты едік біз неткен, өмірді бірге өреміз, қайтамыз бірге қызметтен, қиындықты бірге көреміз. Жаным ау саған не дейін, демерсің жатсам мен құлап, махаббатыммен жебейін, сүріне көрмесен бірақ, махаббатыммен жебейін, сүріне көрмесен бірақ. Ауылда жаманды жақсылық қыз жібекпен төлеген атанған адамдармыз. Сол кездерде бірге атқаратын жұмыстарымыздың бәрі, іс-шараларымыздың бәрі халқымыздың, еліміздің, ауылымыздың, ел ағаларының алдында, назарында өтті. Сахнада не нәрсе болса да екеуміз бірге ұйымдастырамыз, бірге жүргіземіз, бірге қол ұстасып жұмыстан, қызметтен үйге қайтамыз. Тұратын ауылдарымызда, үйлерімізде көрші болды. Соншалықты елдің үйренген, көзінің үйренгені соншалықты қыз жібекпен төлеген, қоз мен баян атандырған ғой. Ақын боламын, шығармашылық адам боламын деп ойлаған жоқпын. Және отбасыны, жалпы адам баласылық өмірді алдыма мақсат қойдым деп. Бірақ өлеңнен, өнерден ұзап кете алмадым. Енді мұны Алланың берген қасиеті, Алланың берген сыйы деп айтатын шығар. Сондықтан өлең менің өміріме айналды, өмірім өлеңге айналды. Көбінесе мен өте қуанышты сәттерде менен жақсы өлең тумайды. Енді амалсыз бір тақырыптық өлеңдер шығуы мүмкін, бірақ менің ойымнан ол көп шыға бермейді, ол тақырыптағы шығармалар. Ал мен қатты қиналған кезде, мұңға батқан кезде, ренжіген кезімде, қоршаған ортада көп нәрсе болады ғой, көп нәрсе, адам баласылық түйткілдер жүрегіңді ауыр қиыншылыққа салған кездерде менен қиналмай әп-сәтте өлеңдер шығады. Сондықтан менің шығармаларымды мен жастық шақ уақыттарында, жас кезімде лирикаға құмар болдым, және менің өлеңімді бағалаушылар, ағаларым, ақын ағаларым, ақын апайларым егер баға беріп жатса, олар айтатын, нәзік сезімді лирик ақынсың деп бағалайтын. Ал енді мен қазіргі уақытта ойлаймын, мен әлеуметтік тақырыпты көбірек қозғайтын болдым. Жан жағымдағы, қоршаған ортадағы, өзім өмір сүрген жердегі бүкіл тақырып менің өлеңіме арқау болуда. Әсіресе адамгершілік тақырыбы. Имам Ағзам Ханифа ғұламадан жанындағылар, жақындары сұрапты. Сіз осынша әдептілікті, сіз осынша инабаттылықты, имандылықты қайдан үйрендіңіз деген ғой. Сөйтсе ол кісі айтыпты дейді, мен жан жағымдағы әдепсіздерден, имансыздардан үйрендім деп. Ей бойжеткен, бақыт кілтін іздеген, болашақ жар, ана келін қыз деген, мінезіңді көркеметсін мына бір, иманды ойға негізделген ізгі өлең.
Отау құрсаң ата-анаң мен жарыңның оябын тап орамалда тағынғын, дәл өзіңе байланысты алдымен жат жұртқа кеп ашылуы бағыңның. Ең алдымен сай бол әдеті ғұрыпқа, затыңа ел екенін еш ұмытпа, үлгересің шығып биік сатыға, еркегіңнен сәл-пәл төмен тұрыпта. Бұрынғылар салған қара сенізге, екі жаққа тура жолды теңізде, төсек жимай тек төркіншіл болып ап, келген жерге көргенсіз қыз дегізбе. Бір-біріңді жүрген кезде сынасып, күндер өтер көктем көзге ұласып, сылдырласа кесе шайнек сыр берме, жан-жағыңа қабағыңды жүр ашып. Ақылды бол, намыс ойла, ар ойла, ақылды да әрі қылық, әр айла. Күліп қарсы ал күйеуің келсе қуанып, шаршап келсе қабағына қарайла. Сақтағанға әппақ адал некені, жасағанда мол жақсылық етеді. Келіншекке Құдайдан шын сұраған, қиын емес демде болу өпелі. Атанарсың сөйтіп сенде демдана, емес бірақ туған жалғыз сен ғана. Адамдықтың көрсет өзің үлгісін, азамат боп өсуі үшін сол бала. Жақсы бала әкесіне тартқаны, жаман болса шешеге жүк артқаны. Еркін өсір, еркінсітпе алайда, керек болса айылын қатты тартканы. Кемшілігін бетке баспай қатесін, еркек сыйлау әйел үшін өтесін. Жақсы жағын айтып ылғи сыртынан, асқар тауғыл балаларыңа әкесін. Күйттеп жүріп тіршіліктің қуғамын, үй жайыңнан ырыс құтты қумағын. Тіл тигізбе ата-енеңе ескермей, күйеуіңнің дәл солардан туғанын. Төркінді емес, үйде кәрі жасты ойлап, келін болып жағыну ең бастайға. Күйеуіңнің шотын шабу міндетің, келген жерге судай сіңіп тастай бат. Адам ата Хауанадан тараған, бір Аллаға сыйынады әр адам. Есті әйел боп, соны білсең жәннатқа кіре аласың есігінен қалаған. Сақтық шара зиян ба әлде жақсы ма? Одан басқа жолды әлем тапты ма? Тағдырыңды бір Аллаға тапсырда тәуекел ет. Вакцина ал, вакцина. Жақтыр менің сөзімді мейлі жақтырма. Бұдан басқа жолды ағайын таптың ба? Таба алмасаң босқа жала жаптырма. Үрейге салма жұртты алған вакцина. Жалмауыз дерт жырғайналды жыл сайын. Бар күшімді жақсы сөзге жұмсайын. Бәріңді де тойға шақырам бұйыртса, күнім шығып оң жағымнан тусайым. Ал әзірге тыя тұралық тойды да, бір орынға орнықпай тұр оймына. Вакцинамен берейік бір той тарыс, жалмаңдаған дертпен уайым қайғыға. Салып қояр сергелденге соншауыр, бір болжамға сәуегей көп болса бұл. Жүректегі тек тәңірді тыңдайық, тұтқиылдан шығаратын жол сабыр. Біздің орталық органдарының, мәдениет саласының, денсаулық саласының басшылары біздің Үміт Қыранқызының өлеңіне арнайы осы дертке қарсы шығарған дұрыс көңіл бөледі деп ойлаймын. Мен өзім ең бірінші оқыған кезде сондай қатты әсер алдым. Егерде осыған конкурс жариялайтын болса, бірінші орын бас жүлдені беру керек жаңағы деп өзім сол пікірімді жазған болатынмын. Бұл кісі бір жағынан Қазақстан жазушылар одағының белді мүшесі, жастардың арасында да, еңбек ұжымдарының арасында да үлкен үгіт насихат жұмысын жүргізеді. Жастарды адалдыққа тәрбиелеу, мынау қазіргі батыстың мәдениетін кішкене мынау ғаламтор арқылы жастарымыз кейбіреу еліктеп атқан кезде, ол кісі тек қана сол ата-анасының тәрбиесі, отбасының құндылығы, біздің өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз, ұлттық кодымыздың маңыздылығына өте үлкен мән береді. Сондықтан Үміттің еңбегі өте зор деп мен ойлаймын қоғамдық жұмыста. Бір нәрсесін айтып кету керек,
жұмысының бәрі ақысыз, тек қана өзінің жүрек қалауымен біздің штабта да жұмыс істейді, басқа да қоғамдық ұйымдарда жұмыс жасап жатыр. Нұр Отан партиясының да үлкен белсенді мүшесі. Біздің жақтың күні көркем, сәбилердің бойды баурар бұлдыры, бала ғой ол бүгін ертең, ер төстік боп шыға келер бір күні, бой тұмар алқасындай ата-баба рухын асқақ сақтаған, біздің жақтың халқы осындай, ана сүтін, әке үмітін ақтаған. Уақытты ұтып байыппенен, ұлы абай жолы менен ой қуған, біздің міні халық деген, біздің міні халық деген, сенімі нұр, өмірі жыр той думан.